қатарменен құрбының алқасында сөйлеудің қызметін атқарып, қазақ сұлуы қаралас байының ішінде қанша бір жүйрік дегенмен озалмайды өзімнен тура келіп басталып, әлбетте бұны байымай тамағының сөзділігі таппалап, сұрағаның сөз болса әрінегі сөйлейін таудандағы аққан мұнақтай, таудандағы аққан ай мұнақтай, ұлғияғын қатақтары. Өсіп, сендердің өсиетіңізді алып, тыңдап, өсе берсін. Қатардың үйі болың, атақтары шыққан азаматтар ғой кеткен. Жеңесем қандай еді? Мен келіп көңілім тұрап кеттім, 3 күннен кейін қайтып кетті. Шығарып салып еді, бізді жылап шығарып салып еді. Жақсы екен деп кетіп едік. Ол тек қана 3 күн өмір сүрді біздің артымыздан. Алланың ісіне жасайтын шара жоқ. Бәріміз де шіріген теміріміз, құрсауымыз шіріген күні кете береміз. Бізде енді өмір жасымыз келді, ұзарды, өстік, қиындықта көрдік. Бәрі де болды, сендер бала болсаңдар да көрдіңдер соны. Қандай болып жүргенді, мен жетім бала, жетім қатын дегенде жылап жүретін адам едім. Қазір шүкірмін, 19 күнде қалған баламның тамағын ішіп, келіншегін жұмсап, балапандарын қызықтап отырмын. Шүкірмін, 6 бала, 6 үй болды. Өсірдім, өндірдім. Мен енді ағаларыңа борыштымын енді. Басқа не айтайын? Бәрін өсіріп өндіргенімді айта берем ғой. Не деттің қызымын? Нағашым шоңайларға қарап сөйлейім ғой енді. Жақсы айналайын, тек талаптарың тассын. Ермелеттің ұрпақтары міне алға шығып, ортаға батырлар көп шыққан жаңағы Арғынбай мен Алшынбай жау қуған жерін сұрасаң, Шерғаламенен Айрақты, Түрікменді қуып, сол күнде салған екен Айрақты дейді. Сонда Түрікменді қуып, Айрақтының басына шығып кеткен Түрікменнің қанын ең аласа жері Қырық найза теппел деген жерден Қырық найзаны бір-біріне байлап шығып, қанын қолға түсіріп, уәдесін алып, мына Түрікменді ең соңғы босатқан осы Арғынбай мен Алшынбай батырдың ұрпақтары. Міне апамыз әдемі сөзін арнап отыр. Дүние тұрғанша тұрыңыз апа. Рұқия Қойшыбай ағашымыздың қызы, мен Қойшыбайдың қарындасының немересімін. Мынау садақа жасап осы ас беріп жатырған бөлелерім. Орекемнің балдарына бейсен, оны бақтыштар барлығыңызға қыз күйеулері, Қазылу, Набат Баян, Лаура, бәріңізге айтарым, істеп жатырған осылар ас беріп, еске алып жатырған әкешілеріңіз жеміп жатсын, жанұяларыңызға құт, береке, дастархандарыңызға той, береке берсін, дендеріңіз сау, аман болың, жылда осындай садақа тойларда кездесейік. Еске алған ата-аналарыңыздар жүрегі иманды болып жатсын, садақа қабыл болсын. Бәрімізбен тойда кетсе, еліміз аманшылық, бейбітшілік болсын, халқымыз уайым-қайғыдан аман болсын. Өстіп ата-аналарды еске алып, жастарға той жасап, осындай тек жақсылықта кездесе берейік. Аманшылық болсын, қабыл болсын. Мына ата-енеміздің ұрпақтары, қайынларым, қайынсіңлерім, ата-аналарға арнап беріп жатқан садақаларым қабыл болсын. Ата-аналарымыз біздерді желеп-жебеп жата берсін. Ұрпақтарың өсіп, ұрпақтарың әрі қарай жалғасып, қалған жерде қызық көре берің. Бәріңде аман саулықта болың. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Мен порттан келген жеңешелерімнің Әлменбет, Есменбеттің біздер Есменбеттен тараған, сендер Әлменбеттен тараған бауырларымызсың ғой. Баутиннен келіп отырмын, Баутиндегі жеңешелерім. Қабыл болсын садақа, тек ауылдарыңда той болып, ұрпақтарың өсіп, қызық көре береді. Ал жақсы енді, мына бүгінгі тумаластарым, бейсененім бар, Қансу апам бар, Набат, Бәкөш қуан енді бүгінгі мына аға жеңгемізге беріп жатқан садақаларын қабыл болсын. Желеп жебеп жатсын, ағамызды да көрдік, жеңгемізді де көрдік. Алла риза болсын, садақаларын қабыл болсын, желеп жатсын. Көптің айтқан қабыл болсын. Дәрі деген жеңешеміз бар. Дәрі осы адамды толғандыратын, ой салатын, әдемі сөз айтқан адамға үлкен сыйлығым бар депті.
Содан жаршашқан күндердің күнінде өзі уәзірлерін ертіп сейіл құрып шықса, бір жерлерге келгенде бір үлкен қарт кісі егін тал егіп жатыр екен дейді. Қасына барып ассалаумағалейкум ата, ассалаумағалейкум деп болғаннан кейін ата нешеге келдіңіз депті. Жасым 90-да депті. Мына егіп жатырған ағашыңыз не ағаш депті. Бұл зәйтүн ағашы депті. Сол заманда зәйтүн ағашы еккенде 20 жыл болмай жеміс бермейді екен. Ой ата, өзіңіз 90-ға келдіңіз, мына ағашыңыз 20 жыл болмай жеміс бермейді. Несіне егіп жатырсыз, оның жемісін көрмейсіз ғой депті. Сонда жаңа ақсақал айтқан екен, бұрынғылардың еккенін біздер жедік, біздің еккенімізді кейінгілер жесін деген екен. Сонда сөзден жығылып, қалтасынан жаңағы бір бума алтынды жаңа кісіге берген екен. Сонда жаңағы үлкен кісі 90-дағы шал алтынды алып тұрып күлді дейді. Ақсақал неге күлдіңіз депті. Күлген себебім айналайын, жұрттың еккен зәйтүн ағашы 20 жылда жеміс берсе, менің зәйтүн ағашы бір сәтте жеміс берді ғой деп алтынды көрсетті. Сөзден жығылып, тағы да сондай бір бума алтын шығарып беріпті. Тағы да күліпті. Ақсақал неге күлдіңіз депті. Жұрттың еккен зәйтүн ағашы 20 жылда бір рет жеміс берсе, менікі әп-сәтте 2 рет жеміс берді ғой депті. Сонда патша атын тебініп алға қарай жүріп кеткен екен. Сонда сөз өтетін уәзір сұрапты. Ай патша ағзам, неге тұра бермедіңіз, жаңағы ғибратты әңгімені неге тыңдамадыңыз дегенде, қой мына ақсақалдың қасында тұра берсем, бүкіл қазынамды сарқатын түрім бар екен депті. Қазыналарымыз аман болыңыздар, сіздер, қарттарымыз. Енді жаңағы бек-беке деп айтып жатыр ғой. Қабыл болсын ағакем садақасы. Ал ағакем жеңгемізді көрмесек табысымызды, қайнағамызды көрдік. Қайнағамыздан барып, бір дүкеннен бір келе секер алмай, бір келе оланмай ағакем мәшінге тиеп беретін еді біз барғанда. Жаңағы кім айтып жатыр ғой жаңағы. Мен жұмыстас болдым, күрішшік болдым деп. Сол күнпірлер біздің мәшінімізге астықты, ұнды, күрішті, берлік күні сармайды тиеп беретін үлкен еткен сермен. Ағакемнің жатқан жері жайлы болсын, жеңешемде несі топырағы торқа болсын. Ал мына қайынларым, қайынсіңнім, қоңғаластары бәрі мына жеңешеммен ағакеме беріп отырған садақаларын қабыл болсын. Арты тойға жалғасып, бала шағаның бәрі өсіп өніп жатыр ғой. Ал тойға жалғассын. Аман болың бәріңде. Мен Мырзагелді жемене Қонақбай деген шал болып, баяғы Самда соның қызымын, Әбділла Құбай деген інілерім бар. Өзім тілей. Тәңір бергеннің бек-бекесіміз біздер. Бөші деген шалдың кемпірімін. Міне ағайындар, міне атау бір палуан алқаға түсіп жықса, я болмаса бір жүйрік ат бәйгеден келсе, соны баптаған адамның нағашысы кім? Мына палуанның нағашысы кім деп сұрайды ғой енді. Нағашыға жететін жұрт бар ма? Енді нағашылар қайда отыр екен? Кімнен бастаймыз ал нағашылар? Қадірменді жамағат, бүгін мына жеңдер мына әке-шешесіне ас беріп жатыр. Садақа қабыл болсын. Жатқан жерде жайлы болсын, екі апаммен жүрген. Тек ауылдарында той болсын, тойға жиналайын. Ауыл бүгін ата салтымен жиендеріміз, жиендеріміз, апаларымыз, қарындастарымыз ас беріп жатыр ғой. Сол беріп жатқан асы қабыл болсын. Біз енді осы ағашыларымыз ертең сөйледі. Мен бар, ағайындерім бар, жеңгелерім бар. Менің бір есіме түсіп тұрғаны енді ол кісілерді бір айтпай кетпеске болмас енді. Осындай бір 91-дің қысында әкеміз бір ауырып жатқанда аяз күні қар боронда осы жездем қасына бажасы Ахмет дейтін тие берсін. Алдызда Бекболат дейтін ағамыздарды қыстың ішінде келіп көңілін сұрап, бірталай әңгімелерін айтып, көңілін бір жайлап кетіп еді. Сондай тату тәтті әке-шешелеріміз өмір сүрді қатар. Енді ондай бір жақсылықтары есімде қалғасын айтып тұрмын. Енді уақыттан дәл отырып кешіріңіздер. Енді апамыздың да бір айтатын ауылымызда осындай үлкен жиын той құдалық болғанда
әке шешелеріміз осы апамыздан ақыл сұрап, осылардың айтқан нақыл сөздерімен, ақылдарымен талай тойларымызды, үйлерімізді өткізген есімде. Енді бір айтайын деген сол бір 80-ші жылы, апалар естіп тұрсыңдар ма? 80-ші жылы бір үйленгенімде, ол уақытта ЗАГС дейтінге барып қол қою керек болды. Сол уақытта өзім енді тоған шешелі үйде қала бер дедім де, сол уақытта апам келіп, мен барам деп, апам сол куә болып, біздің бір осындай бір сәтімізге, сол куәлігі сол жарасып, осы күнде шүкір. Шүймә болып, өсіп өсіп келатырмыз, сол апамыздың ақ ниетінің арқасы шығар. Ал сондай құрметті апаларымызға, жезелерімізге беріп отқан садақа, ас садақасы қабыл болсын. Соларға бізден бір тие берсін деген, тие берсіміз, шапағаты тиісін тие берсіміз. Қабыл болсын. Болсын. Бастан амандықтары сау болсын, үйлерінде қуаныш той болсын. Енді Орекеңмен апамызбен біздер 60-шы жылдардың басында Жетібай дейтін жерде Молабаққан ауылынан бірге тұрдық. Сонда Жетібайдың ауылдың адамдары болса, Молабаққан ауылды жақсы білетін шығар. Сөйлі көрші тұрдық, Орекең үйімен біздің үйіміз. Әкемізбен Құлжан екен кісі, әкемізбен Орекеңдер тумас адамдар болып кетті. Біздер тумас адам болып бәріміз жүрдік. Орекең апамыз бауырмал, сондай ақ көңіл адам еді. Енді Алла тағала сондай адамдар керек болып бірінші рет той жездеміздің алдында. Одан кейін көп жыл бірге отырып, бірге жұмыстасып болды, шалдармен бірге жүрдік. Одан Орекең кейініректе еңгідегі орыста жұмыс істеді, завскрат болды. Халыққа көп пайдасы тиген адам. Сол сұхбатқа барған адам еді, бос шықпайтын. Іздеген жалтайды. Той болмағанымда жалтай болсын, алып шығарып болсын бар еді. Айта берсе оларға жақсы сөздер жетпей, өзімді ауырып қалып кішкене сөйлей алмай тұрмын. Ал қуан, бейсен, қыздар садақа қабыл болсын, үйлерінде той болсын, дастархан қуанышқа жайылсын. Ан жаққа кеткен адамдар желеп жіберіп жата берсін, тобыра жасын сіздерге берсін, басымыз аман тойда келсек. Рахмет. Үлкен кісілерге беріп жатқан садақа қабыл болсын. Орекеңнің апамыз болды, Орекеңдердің жеңгеміз болды. Алла тағаланың бұйырған бәрі де кетіп қалды ғой. Орны бар оңалар деген шүкір Құдайға шүкір барсыңдар осында. Өсе беріңдер, өне беріңдер, жапырақтары жайылсын, ғалым болайық, денсаулық болсын, орта той болсын. Рахмет, келгеніңе рахмет. Құрметті әңгімелерді айтып отырыңыздар. Міне мынаның бәрі адамның бір-біріне жақын отырса, бір-біріне адам бір-біріне энергия алады дейді ғой. Қауыннан рең алады дейді. Ал мына ресторанда болса, мынандай әдемі болмас еді. Міне қазақы жайдақ осы біздің осындай рухани астарымыз көбейе берсін. Енді бар ма нағашылардан тағы да? Ассалаумағалейкум. Әлеумет. Ас қабыл болсын. Жеңдерім. Ас қабыл болсын. Мына мен рухиятымның 3 ағасы болған. Бір ағасы отан қорғаймын деп осы күнге дейін жоқ. Жыл сайын іздеу саламыз, ол ештеңе таптырмайды екен. Мен кіші ағасының баласымын, атым Көлбай. Мына өмірде ең қиыны сағынасын, жоқ адамды сағынасын, құшағына басқың келеді, жоқ, қолын қысып амандасқың келеді, жоқ. Өтіп кеткен адамдарды өйстіп ағайын тума болып, қосылып, еске алып, жеңдерім ас беріп жатыр екен. Алла қабыл етсін. Енді жездемізді бәріміз білеміз ғой.
арыстанды алып ұратындай, жолбарысты жолдан тайдыратындай арпылдап келіп, сөйлеп кетіп, ішінде тілегінің бәрін айтып кетеді. Өзі әзіл қой. Апамызды енді, апамыз тұрған құлағына періште сыбырлай ма, сол періштенің даусындай жүрісі де сол, айтқан әңгімесі де сол, ақыл беретін сөзі де сондай бір ерекше жанды. Бұндай апа деген, енді әр ауылдың өзінің апасы бар шығар. Бұлар ерекше тұратын адамдар бар. Қабыл болсын, аман болыңдар өздері. Бастарында бақ болсын, арада сыйластық болсын, қастарыңызда әрдайым жақсы адам болсын. Қабыл болсын. Ойлап жүретін еді. Жатқан жерлері жайлы болсын, артында қалған ұрпақтарын жеңіп жатпай. Енді бар жақсыларын айтып жатыр ғой. Алла тағала алда қабыл етсін, жиендеріміз болып садақаларын қабыл етсін, аман болсын бәріңізде. Ел жұртымыз тыныш болып, осындай мына үлкендердің, апа жеделерінің үлгісімен алып, мына балдар кейінгі сол дәстүрді жалғастырып жатыр ғой, кейінгі ұрпақтарға да үлгі болсын деп. Ал Алла қабыл етсін, аман болайық бәріміз де, тек аманшылықта, жақсылықта, тойда кездесуге жасын аламын. Сол жездерім жөнінде азап тоқталғым келіп отыр. Апам мен жездем өзі бір-біріне сай қосылған жандар еді. Олардан тараған ұрпақтарды жақсы тәрбиелі қылып өсірді апамыз бен жездеміз. Жездем де апам да мысалға өзіміз енді кішкене жетім өскесін бізге әке мен шешеміздей болып қамқорлығын аямаған адам. Жездем өте ақжарқын, ойыншыл, қамқорлығы да керемет сондай адам еді. Апамыз 8 қырлы бір сырлы деп айтуға болады. Апамның қолынан келмейтін де жоқ. Қала берді Алла тағаланың берген мына жаңағы өлең шығарушы еді. Өлең де шығарады, өсиетті де шығарады. Бауыры да кең, бәрі де бір өзіне сиятын еді. Сол енді жиендерім айтайын дегенім, ал енді бүгінгі апам мен жездеме беріп жатқан садақаларың қабыл болсын. Енді бұл апам да жездемде жұмақта шығар деп ойлаймын. Себебі менен де басқа осы қамқорлап, жаңағы жақсылықтан аямағандығы белгілі, жаңағы мына сөйлеп жатқан адамдардың айтқандарына қарағанда. Тек жандары жанатта болсын. Кішкене жүре тұрғанда жақсы болады. Енді ол бәрі бір Алланың ісі ғой. Артынан тараған ұрпақтары аман болсын, шаңырақтары шайқалмай, тек тату-тәтті болып жүре берейік, нағашылы жиенді болып. Аман болыңдар. Қош келіп жатсыңдар. Бүгін енді апамыз бен жездемізге осындай үлкен садақа беріп отыр екен. Жүре алмасам да, тұра алмасам да, енді бұл кісілерге келмеу мүмкін болмады. Коляскамен өтсем де келіп жатырмын. Рахмет сендерге жиен. Апамыз бен жездеміз айтсақ, біздер жетім өскен балдармыз. Үйім, тумаласы жоқ, несі жоқ, бірақ басында. Бізде үй қылып, күй қылған осы апа жездеме алғыс айтамын. Жалғыз мен емес, осы біздің ауылдың барлығына да ақыл айтатын апамыз. Сол апамыз әрі енеміз, әрі апамыз, әрі жаңа жезде, әрі әке болып өсті бізге. Ешқандай жаңағы ұрса білетін, ұрысса да бізді қуантып, құшақтап, жуата білетін демек. Сол еткен апамның жатқан жері жайлы болсын. Жездем де сол, жездемен де артынан кетті ғой, бізді мазақ қылып, жаңағы жиен қылады, балдыз қылады әйтеуір. Бірақ еркелететін бәрімізді. Жаңа айтып жатыр ғой, жоқшылық кезде бүйткен, сөйткен деп. Оны енді айта берсек, үкіметті бұнаған едім деп сұғызыға мүмкін айтпайын деп отырмын. Аман болады, деніңіз сау болсын. Рахмет сендерге, жиендер. Апамыз іздеп есік алып, осындай садақа беріп отқан. Қабыл болсын, иманды болсын. Артынан қалған біздер. Апа, Тансу апа, Ағат, Есен, мына есік алып садақа қабыл болсын. Кеткен жандар тек, жатқан жері жайлы, жарық болсын. Баршаңызға тілейтін той болсын осы әулетте, тойға келейік. Келмеген, қорадан қойды бермеген, қайырсыз қастабайлардан тойып жатқан ит артық, қанға тойған бит артық, тышқанға тойған түлкі артық, қашып көрсе құтылып, қуса басып жететін жылқыда жүйрік ат артық, жақсының берген батасы, жібере дерді жасартып,
Men tanыс болдым адайға, сөздерім кеңес абайла, жомарттық жоққа қараймай, ит жеңгенін талайма, білекті жігіт белгісі ай, жақынын жатқа санаймай, мен талай жерде жүріп ел кездім, сенесер жері келгенде жетпейтінді Қазір білесіңдер ма, конкурске бастық оқытып жатыр. Қазақтар қайтадан үйреніп жатыр. Бертір, қара. Давай, еще. Alexey'in ben sizi sorayım da. Kas. Bekle.